үйдің қасындағы мектеп бір бөлек барып оқу деген бір бөлек қой, транспортпен. Мына жерде үйдің қасында 3 немерем бар, Аллаға шүкір, қазір мектеп табалдырығын оқып жүргендер. Жұмысымыз 24 сағат болды, 2 смена. Жалпы ең көп адам 428 адам болды. Ол осы жылдың шілдесінен бастап тамызға дейін осындай режим. Балаларға осындай мектепті салу үшін күн-түні еңбек еттік. Жас өспірімдер, балалар, жеткіншектеріміз осы мектеп қабырғасында жақсы оқып, алтын медаль бітіруге Алла тағала нәсіп етсін. Жақсылық өмір болсын, амин.